машинаның ішінде орамал тақпай отырған адамның өзінде ұстап алады. Қыз бен жігіт болып сүйісіп тұрған, немесе қол ұстасып жүрген бірде-бір адамды байқамадым. Ирандағы мешіттемін. Сырты өте әдемі. مستقیم خود سوئیس که وارد نمی‌کنیم از سوئیس میاد تا دوبی. Қазақтың келіндері сияқты ешқандай да міндет атқармайды. Иран өзі құпия мемлекет. Бұл жақта қазір 1403 жыл. Sade berberi 10.000, Kaşkaşlar 15.000. Ассалаумағалейкум достар. Мен Иранның астанасы Тегеран қаласындамын. Әуежайдан түсіп кіре бергенде менің паспортыма печат соғайын ба, соқпайын ба деген сұрақ қойды. Қаласаңыз печат соғады, қаламасаңыз соқпайды. Иран туралы біз көп естиміз. 40 жылдан астам уақыт бойы санкцияның астында жатыр, бұл жақта соғыс, тағы да басқа дүниелер деп. Бірақ шын мәнінде ирандықтар қалай өмір сүреді? Бүгін сіздерге соны көрсетем. Иран ислам мемлекеті 90 миллион халқы бар. Өзінің бөлек күнтізбесі бойынша қазір оларда 1403 жыл. Мемлекетті рухани көшбасшы басқарады. Оның есімі Али Хамини. Суреттері әр жерде ілулі тұр. Заң бойынша өмірінің соңына дейін билік құрады. Али Хаминидің Иранды басқарып келе жатқанына биыл 35 жыл. Президент дегенде бар, бірақ оның билігі шектеулі. Иран табиғи ресурстарға бай. Солтүстігінде Каспий теңізі, оңтүстігінде Парсы шығанағы, қысқасы потенциалы өте жоғары мемлекет. Газ өндіруден әлемде 2-ші орын, мұнай қоры бойынша 4-ші орында. Міне көрдіңіз, мына бәрі телемашиналардың кілттері ғой. Осылай бір-біріне айырбастап жүре береді. Бұл чаккерам. Рөліға мынандай қол қойады екен. Иә, ол ана қорғау үшін. Дозды гир деп аталады. Доз деген ұрлықшы, гир деген ұстап алатын деген сөзді. Ұрлықшыны ұстап алатын деген мағынаны білдіреді. Парсы тілімен байланысым болғандықтан, Иранмен байланысым болғандықтан 2010 жылы оқуымды жалғастыру үшін осы жерге келдім. Содан бері Иран телерадио бірлестігінің қазақ радиосында жұмыс істеп келемін. Халқы мейірбан, ауа райы жақсы, жұмыс жағдайы да жақсы, сондықтан мен осы жерде өмір сүріп жүрмін. Мына жақта жолдан өтудің өзі бір аттракцион. Аттракционға барып қажет емес. Жолдан бір-екі рет былай өтесің, адреналин аласың. Құран ба? Міне жаңағы әже өзінің балаларына ма, немерелеріне ма білмеймін, Құран үйретіп жатыр екен. Көрдіңіздер, жаңа дәптерлерінде суреттер бар, енді балаларға арнайлап лайықталған Құран болып тұр ғой, оларға түсінуге жеңіл болу үшін. Айтпақшы, бұл жақта сабақ таңғы 7:30-да басталады. Өйткені білесіздер, Иран елінде адам саны өте көп, кептеліс болмас үшін әр жұмыстың өзінің уақыты бар. Біреулер сағат 7:30-да басталады, біреу сағат 9-да басталады. Енді сондай реттеп қойған. Одан кейін Құранды 1-ші сыныптан бастап үйретеді екен. Ал балиғат жасына толғаннан кейін 9 жастан бастап намазды үйрете бастайды. Бір елдің жағдайы қандай екенін білу үшін мен алдымен нанның бағасын сұрайым. Сөйтіп наубайханаға кірдік, бірақ бұл жерден парсыларды таппадық. Әзербайжан және түркмен бауырларымыз жұмыс істейді екен. Нанның бағасы бізден 3 есе арзан. Sade berberi 10.000, Kaşkaşlar 15.000. Қанша нан өндіретін санын білмейміз дейді. Бірақ 10 қап ұн дейді, 10 қап ұн 50 келіден. Енді 500 келі ұнға нан пісіреді ғой. Иранда негізі шариғат заңы бойынша әйел адам жабық жүру керек, бірақ соңғы кейінгі жылдары хиджабқа наразылық акциялары өтті. Соның салдарынан қазір әйел адамдар орамалдарын шешіп жүретін болды. Оған осы жақында үкімет тарапынан шара қолданылып жатыр. Негізі егер
белгілі бір жерлерде ұсталынған адамдар болатын болса, олар бірінші ескерту жасалады, одан кейін түсіндірме жаздыртады, одан кейін ата-анасын шақырып алып орамал таққызып жібереді. Бірақ 3-4 рет қайталанатын болса, оған айыппұл салынады. Бірақ қандай екенін білмеймін, көлемі қанша екенін білмеймін. Қазір әртүрлі жерлерде түрлі камералар орнатылған. Оларда мысалы үшін машинаның ішінде орамал тақпай отырған адамның өзінде ұстап алады. Соған не бойынша машинаның тіркелген адамның нөмірі бар ғой, соған штраф салынады. Иранда не көтеріліс болса да, қандай қозғалыс болса да, студенттер бастайды. Оны жұмысшылар қолдайды, оған қызметкерлер қосылады, одан кейін оған әскер қосылады. Солай өзі сатысы сондай. Студенттер бастайды көбіне өзгерісті. Көтеріліс демекші, соңғы 100 жылда Иранда 3 бірдей билік ауысты. 1925 жылға дейін елді хаджарлар әулеті биледі. Абсолютті монархиялық режим еді. Әміршілері осындай мәрмәрден жасалған тақта отырды. Ақшаның барлығы билеушілер мен оның айналасындағыларда болды. Кейін халықтың жағдайын ойлау керек, Иранды дамыту керек деп Пехлевилер билікке келді. Олар Еуропа мен Америкамен жақсы қарым-қатынас орнатты. Тарихта бұл уақыт ақ революция деп аталды. Қыздар юбка киетін болды, жастар дамыған елдерге барып білім алды, халық қалаған еліне визасыз саяхаттай алды. Есесіне парсылар мұнайы мен байлығын Америка, Еуропамен бөлісіп отырды. Иранның соңғы шахы Пехлеви ақылды болғанымен билік оны масайтып жіберді. Парсы империясының мерейтойын естен кетпестей етіп атап өтуді жөн көрді. 70-ге жуық мемлекеттің президент-премьерлерін шақырып, арнайы сарайлар тұрғызып, миллиардтаған доллар қаражатын жұмсап, аста төк мереке өткізді. Ашынған халық тағы да көтерілді. Осы сәтті пайдаланып Аятолла Хамени шақты тақтан тайдырды. Сөйтіп Иран 1979 жылы ислам мемлекетіне айналды. Енді мұнайды да, байлықты да Америкаға, Еуропаға бермейміз деп шешім шығарды. Нәтижесінде Иран санкцияның астында қалды. Санкция мемлекетті көп дүниеге үйретеді. Мына пепси колалар және түрлі тағамдардың барлығы ол Иранның өзінде өндіріледі. Бұларда кері технология өте жақсы дамыған екен. Мысалы, қандай да бір құрылғы болса, оны шашып тастап, қайта жинап, қайтадан өздері құрастыратындай етіп үйреніп алады екен. ما ات فروشیم، اتکلون میفروشیم، اسانس اتکلونی میفروشیم. سوئیس خودمون وارد میکنیم، برند اسانس لوزی سوئیس، اتکلونای اورجینال شرکتی هم داره. مستقیم از خود سوئیس که وارد نمی‌کنیم، از سوئیس میاد تا دبی، بعد از دبی حالا Бізде Тегеранда көлік өте көп, сондықтан шағын ғана ДТП-лары мысалы үшін бір-бірінің айналары тиіп кетті, бірдеңе сырылып кетті дегенге аса көңіл бөлмейміз. Өйткені ол деген бір дегенде қатты кептеліс тудырады, екі машина тоқтап тұрған деген. Байлығынша. Орташасын білмеймін, минимумы 10 миллион деп қазір белгіленген. Ол қазіргі бағамен бұрын $200 болатын, қазір сәл аздау болып қалды. Жұмыс істей бастағаннан бастап 30 жыл толтырса, зейнетке шыға береді. Кейбір салалар бойынша 25 жыл, әйел адамдарға 20 жыл да бар. Соңғы жылдарын бос кредит сатып алуға да болады, ертерек шығып кету үшін сондай система. Біздікі сияқты белгілі бір неге жетіп, жасқа жетіп, ақша аламын, үкіметтен жайған ақша аламын деген әңгіме жоқ. Жұмыс істеген адам, стажын толтырған адам пенсия алады, зейнетақы алады, әйтпесе жоқ. Иран үшін Израиль деген мемлекет жоқ. Олардың билігін мойындамайды. Сионистік жүйе деп қана атайды. Газадағы мұсылмандарды қорғау үшін Иран барын салып келеді. Жақында Израильге 100 ракеталарды жіберді. Оны өздеріңізде көрдіңіздер. Мен дәл сол уақытта Иранда болдым. Халықтың жартысы билікті қолдайды, жартысы қолдамайды. Мұның барлығы саясат, оны айта берсек біздің хабарымыз бітпейді. Енді көбі ойлайды, Иран дегенде мына қап-қара жамылып алған никахтағы келіншектер. Сонда سلام السلام علیکم من هفت زبان دنیا مسلطم السلام Иран қоғамында әйелдер жалпы киім киісіне қарай екіге бөлінеді, қазір үшке бөлінген, бірнекке бөлінетін. Менің үстімдегі киімді мынаны манто деп атайды. Ана тәте кетіп баратыр, чодыр киген, қара киім, жамылғы киген. Енді оған мына сияқты космшалар ғана кесе алады ғой, мына джинсовка киіп жүргендер.
Сондай қыздар да қосылды, үшінші типтегі адамдар да қосылды. Современный спорт киімдерін ғана киіп жүре береді. Бастарында не кепка болады, не панама болады, не жай ғана бір кішкене шәліні бастарына салып жүре береді. Жаңа сығылған әртүрлі жеміс жидектерден неше түрін шырындары бар. Қанша тұрады екен? Ең қиматы чамбут. 50. 50-60. Өте дәмді. Иранға келіп осындай табиғи шырын ішіңіздер. Бағанадан бері мыңдаған адамды көріп жатырмын. Бірақ арасынан қыз бен жігіт болып сүйісіп тұрған, немесе қол ұстасып жүрген бірде-бір адамды байқамадым. Ерлі-зайыптымыз болмаса, бір-бірімізбен аттастырылғанбыз, анау-манау құда түсірілген деп кәдімгі айту керек. Әйтпесе, айтатын бірге жүруге болмайды, сыртта бірге отыруға болмайтын етін. Қазір ондай тыйым жоқ. Егер қазір бір паркке бара жатырмыз, сол кезде көресіздер, қол ұстасқан адамдарды көре аласыздар, бірге отырған адамдарды да көре аласыздар бұйырса. Құрметті менің жолаушыларым, қолдаушыларым. Әлемдегі қазақтардың өмірін көрсетуге бағытталған жалғыз жолаушы жобасына төмендегі Каспий нөмірі арқылы қолдау көрсете аласыз. Бізді қолдаған жандардың есімдері келесі шығарылымда міндетті түрде айтылады. Рахмет. Парсылар мұсылман болғанымен шиит ағымын ұстанады. Мұндай бағыт қайдан пайда болды? Мұхаммед пайғамбар дүниеден өткен соң, оның орнына лайықты көшбасшы сайлау үлкен мәселеге айналды. Мұсылмандардың басым бөлігі Омар ибн әл-Хаддабқа дауыс берді. Дегенмен қауымның бір тобы пайғамбардың ізбасары ғып, оның туысы, яғни күйеу баласы Әлиді сайлауды жөн көрді. Сөйтіп түсінбестік пайда болды. Сонымен Әлиді қолдаушылар шииттер деп аталып кетеді. Әрине, олар да Аллаға құлшылық етеді. Дегенмен шииттер үшін намазды жинап оқуға, дәрет алғанда аяғын жумауға болады. Осындай ұсақ түйек айырмашылықтар ғана бар. Ирандағы мешіттемін. Сырты өте әдемі. Ішінен көрсеңіздер, мүлде басқа. Бұл мешіттің сыртында Алланың есімі жазылған. Мұхаммед пайғамбарымыз, Алланың оған сәлем болсын. Одан кейін имам Әлидің есімдері жазылған екен. Түсірілім жасап жатқан кезде тәртіп сақшылары келіп, маған түсірілім жасауға болмайды деп ескерттім. Енді мешіт жалпы өте әдемі және қымбат көрінеді. Мешіттің алдында бір есімдер жазылған құлпытастар тұрды. Енді оны түсіре алмадым, үлгере алмадым. Десе де адамдар келіп, сол құлпытасқа қолын қойып, ішінен дұға тілек арнап жатты. Сөйтіп және мен Гауһар ханымнан сұрап жатырмын ғой, бұл не деп. Сонда ол Иран-Ирак соғысында қаза болған шахидтердің есімдері жазылған тақтайша екен. Енді ирандықтар сол жерге қолын қойып, соларға дұға арнайтын көрінеді. Нәзік жандыларға аса ауыр жұмыс жасатпайды. Яғни, әрбір ер адам өзінің әйелінің мысалы үшін бір жерді сыпырып жүргенін, бір жерді жуып жүргенін көргенге намыстанады. Сондықтан ондай жұмыстар ондай салмайды. Ер балалар, жас балалар өздері даяшы болып жұмыс істейді. Еден сыпырушы, жай ғана көше сыпырушы болып жұмыс істейді. Және әртүрлі бір ауыр жұмыстарда істейді. Әйелің бір не істейді сонда? Жұмыс істеген жетеді ғой, мысалы үшін кассада отырып, анандай ақша алу, ақша беру, әртүрлі мекемелерде қағаз жұмыстары анда-мында қою. Сосын қазір мектепте де, университеттерде мұғалімдер көбі әйел адамдар. Және сол білім беру саласындағы әртүрлі кеңселік жұмыстар бар ғой, бәрін әйелдер атқарады. Айтады, ең соңғы сөзді ер адам айтады, оның өзі мақұл. Сондықтан үйде әйел адам басқарады деген сөз. Келін деген бар, бірақ міндеті белгіленбеген. Ол келін тек өз семьясына ғана қызмет етеді. Көбіне өз ата-анасына қарайласады, бірақ жігіттің ата-анасына қарайласпайды. Бөлек шығып, бөлек тұруға тырысады.
оларда жаңағыдай ата енемен бірге тұру деген аса түсінігі жоқ. Сондықтан қазақтың келіндері сияқты ешқандай да міндет атқармайды. Бір байқағаным парсылар ата кәсіппен айналысқанда жөн санайды. Мысалы, мына жігіттің есімі Мағди. Әкесі де, атасы да, арғы атасы да кілем саудасымен айналысқан. Мынау және жібек матадан жасалған кілем екен. Өте жасалуы қиын дейді. Жасалуына 2 жыл уақыт кеткен дейді. Құны $10,000 екен. Енді әлемнің түкпір-түкпіріне жібереміз дейді. Салмағы небәрі 2 келі. Және күннің нұры түскен сайын түрлі түстерге бөленіп тұрады. Бұл отбасылық кәсіп. Міне осы жігіт кәсіппен айналысады. Міне әкесінің ісін жалғастырып отыр. 50 жылдан астам уақыт бойы осы істі жалғастырдық дейді. Иран өзі құпия мемлекет. Бұл жақта қазір 1403 жыл. Одан кейін доллардың 2 курсы бар. Бірі мемлекет бекіткен, екіншісі нарық бекіткен курс. Және адамдар сенбі, жексенбі күні жұмыс істейді. Есесіне бейсенбі, жұма күндері демалады. Айтпақшы, Иранда жынысты өзгертуге ресми рұқсат берілген. Ер мен қызға айналдыру операцияларының көптігі сонша әлемде 2-ші орын алады. Орамал шешуге тыйым, жынысты өзгертуге рұқсат. Парадокс. Пластикалық операцияда жасатуға болады. Жастар көбінесе мұрындарын түзетеді. Мына жерде өздеріне кішкене горбинка болады, соны алып тастайды. Түп-түз оғып, бұлай таңғайтып қояды. Қол ұстасып тұрған бір ғашықты көрдім ау әйтеуір. Тегеранның орталығында Иран Мол атты аумағы бойынша әлемдегі ең үлкен ойын-сауық орталығы бар, бірақ іші жартылай бос. Мұндай алып мекемені не үшін салды? 2000-ші жылдардың басында Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік комитеті Иран уран өнеркәсібін ашық жүргізсін деп қолқа салады. Нәтижесінде санкцияларды жеңілдетеміз деп келісімге келеді. Бұл жаңалықты естіп инвесторлар Иранға ағылады. Сауда үйі де сол уақыттарда салына бастайды. Кейін Америка президенті болып Трамп сайланады да Иранмен болған келісімнің күшін жояды. Болды. Менің Иран астанасы Тегеран қаласына арналған саяхатым аяқталды. Өздеріңіз көрдіңіздер, бұл ел қанша жерден санкция, қанша жерден шектеу көрсе де дамуға, жаңғыруға талпынып жатқан мемлекет. Мен естіген Иранмен, мен көрген Иранның айырмасы жер мен көк дейді. Сіздермен болған санат жақсы адамдардың санатында болыңыз және жалғыз жолаушымен үнемі бірге саяхаттаңыз.